Сондай-ақ сендерге күндізді жаратып қойдық. Литабтагу фадлан мин раббикум. Раббыларыңнан жер бетінде оның сендер үшін жаратқан кеңшілігінен, мол ризығынан іздеулерің үшін. Күндізді Алла бізге еңбек қылатын майдан қылды, уақыт қылды. Алла Тағаланың кеңшілігін іздеулерің үшін дейді. Не үшін нәрде іздеулерің үшін деген сөз тұр. Мысалы, біздің ішімізде жұмыс жоқ деп жүрген адамдар болуы мүмкін. 6 ай болды, жұмыс жоқ. Өйткені ол біреуге звондап қойған, біреуге звондап қойған. Ол іздеп жүрген жоқ негізі. Ол жаңағы өзінің бір бітірген диплом болуы мүмкін. Ол сол нәрсені күтіп жүрген болуы да мүмкін да. Алла Тағала оны басқа салаға шығарғысы келіп тұр. Ол көнбей тұр. Соқтан іздеу деген нәрсе ер адам деген. Ол жүздің адамы. Мына жер сіз үшін бағындырылған жер. Бұл жердің қай жеріне барып Алланың ризығын іздеймін десең де, бұл сенің жерің. Сөйтіп сіз шығып іздейтін болсаңыз, сіз көресіз Алланың сізге қандай кеңшіліктер дайындағанын. Тек сіз өзіңізді махрұм қылып отқан адамсыз. Адамның бойында махрұм қылатын негізгі екі қасиет, ол әлсіздік пен жалқаулық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күнде таңертең және күнде кешке сыйынған дұғаларының бірінде айтады: Аллахумма инни ағузу бика минал ғажзи уәл касал. Я Аллам, мен саған сыйынамын бойымдағы әлсіздік пен жалқаулықтан. Әлсіздік пен жалқаулық мынау аяттың керісіншесі. Іздеңдер, іздеңдер, тараңдар, іздеңдер деген нәрсе. Алла Тағала күндіз көру керек сізді, жердің бетінде ризық іздеп жүргеніңізді. Әйтпесе жаңағыдай адам іздемейді. Жұмыс болмай қалды, 6 ай болды. Құрып кеткірлер, іштеңке, бәрі уәде беріп жатыр. Ешкім іштеңке істей алмайды. Сен Алланың заңдылығына көнбей тұрсың. Алла сізге беретін. Шық Алланың заңдылығына қарай. Табылады бәрі. Біріншіден, іздеуге шығасың. Екіншіден, ол сізді әлі сынағы біткен жоқ. Ол сізді белгілі бір көлемдегі табыспен сынайды. Сол табысқа көніп сынуыңды қалайды. Сен оған көнбейсің. Ол кішкене айлығы көбірек болса деген ой болады сізде. Сен көнбейсің. Көнбегеннен кейін бәрібір заңдылық сізге қарай жүрмейді, есіңізде болсын. Босқа уақытыңызды өткізіп, абырой беделіңіз кетеді, отбасында да, басқа жерде де. Алла Тағала көндіру үшін жаратқан сізді. Көндіру үшін. Өйткені ол дана, ол даналығына көндіреді, біліміне көндіреді ол. Оған көну деген нәрсе, оған жететін абырой жоқ. Өйткені бүкіл хайыр сіз үшін, оның таңдаған нәрсесінде сізге. Сіз армандаған нәрседе емес хайыр. Еркектер осы нәрседе мықты болу керек та. Егер сіздің табысыңыз нанның ішіндегілердің, табатындардың ішіндегі ең кішкентай табыс болса да, сол табыс сізге абырой болу керек. Абырой. Алланың сүйіп берген нәрсесі сізге. Таңдағаны да ешкімдікі қызықты емес сізге. Өзіңізге беріліп атқандай. Соқтан күндіз Алла Тағала ризықты іздеулерің үшін дегеннен кейін бұл аяттың өзінің амалы сол. Ер адам ешқашан үйінде отырмау керек. Ер адам іздеу керек.